Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, сіздермен сонымен қалай бағдарламасы бүгінгі сұхбат ерекше болмақ. Себебі біздің қонағымыз тек сұлулығымен ғана емес, ақылымен, тәрбиесімен және өзіне деген сенімімен ерекшеленген жан. Қазақ аруы байқауында жүлделі орын алған ару. Дариғамын, көпке бағдар беретін, Қытай, ағылшын тілдерін жетік білетін, рухы биік, мақсат айқын, ой ұшқыр, қазақ қызы өз жеңісіне сенетін. Дариға Рахым, қош келдіңіз. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Шақырғаныңызға үлкен рахмет. Осындай подкастқа келіп, шынымен де өте қуанышты болып отырмын. Біз де өте қуаныштымыз. Өзіңізді қысқаша таныстырып өтсеңіз, қай жақтың тумасысыз, қазір қай жерде оқып жатырсыз, сол жайлы қысқаша. Өзім жайлы айта кетсем, есімім Дариға Рахым, Қазақ аруы финалисті 2025. Менің жасым 19-да Түркістан қаласының тумасы боламын, Түркістан қаласының өзінен. Қазіргі таңда мен оқып жатырмын. СТУ университеті, білетін шығарсыздар, Қазақстандағы мықты университеттердің бірінде. Екі шет тіл мамандығында оқимын. Бірінші тілім ағылшын тілі, екінші тілім қытай тілі. Сонда мен бітіргенде ағылшын қытай тілі мұғалімі шығамын. Қазіргі таңда 3-ші курста оқимын. Айналысып жатқан қазіргі ісім осы оқу болып жатыр. Көрген адам маған осы сұрақты қояды. Қазақ аруы кастингіне не үшін бардың, қатысуға не түрткі болды деп. Негізі ешкімге айтпап едім, бірақ осыны мойындайын. Негізі мен өзім самал болғым келеді. Бала күніндегі арманым осыдан малдала адамдардың вниманиясын қатты ұнатамын. Сол мүмкін маған түрткі болған шығар. Және де екінші себеп ол Баян ханымды көру. Мен Баян ханымның үлкен фанатымын. Осы жазда өзіме осындай ойлар келеді. Баян ханыммен жұмыс істеу не деген мықты деңгей. Сондай менің өмірімде сондай міндет болмай ма? Сондай деңгейге не достоймын ма деп сондай ойларда болғандығын мен де жаздым. Бір аспан қара ойладым. Кішкене ондай қиялдығым нем бар өзімнің. Баян ханыммен жұмыс істеген қалай екен, сондай деңгейде жұмыс істеген деп ойладым да. И осылай күзде, уже қыркүйектің аяқ жағында мен кастингқа бардым. Кастингқа негізі бір өтем деген мақсат емес. Баян ханымды көрсем болды деген бір оймен барған тұғымын. Ол жаққа барсам, өте көп қыздар бар екен. 6-7 шақты қыздар келіпті, 2-3 топ болды. Солай, сонша қыздың арасынан маған топ 20-ға кіріп, 20 қатысушының арасына кіріп берді. Арманыңызға жетесіз ғой. Иә. Армандау керек десеңші. Дұрыс айтасыз, шынымен де арман болады екен, орындалады екен. Байқауға дейін өзіңізді қалай сипаттайтын едіңіз, ал қазір өзгеріс бар ма? Байқауға дейін негізі мен болғанда емес, бір моментте бір жанып кеткен нәрсе емес. Осы былай осылай республика сарайында өнер көрсетіп осындай мықты адамдармен жұмыс істеуге дейін бір өзің жай дайындалып келеді екенсің сол уақытқа дейін. Сен дайын болғанда партия осындай мүмкіндік алдына келеді екен. Айтқанда осы уақытқа дейін мен өзіммен жұмыс істедім. Анам маған қолдау беріп, әр ісімде білім алдым. Психология жағынан да өзімді бір дамытып, жаңағыдай мидағы шектеулерді алып деген сияқты өзіммен бір жұмыс істедім. Оның өзі бәрі еңбекпен келді десеңші. Шынымен айтқанда еңбек деп өзім айта алмаймын, бір қара жұмыс істеп ондай емес. Бұл жақтан да Қытайдың бұйырғаны деп санаймын. Екінші жақтан да бір өзім дайын болған моментке келдім. Себебі мүмкін маған бұндай мүмкіндік бір жыл бұрын келгенде, мен мүмкін бұндай ойда алмас едім деп ойлаймын. Өзім дайын болғанда, адам өзімді жұмыс істеп, сенімділігімді арттырып, кішкене адамдармен жұмыс істеп үйренген уақытта осындай мүмкіндік келді, мен соны жақсы қолдана алдым деп ойлаймын. Дейін осы қазақ аруына дейін дедіңіз ғой. Мен армандайтын адам болсам, қазақ аруынан кейін бір андай көзім ашылғандай болды. Армандарым орындалады. Енді мен тек қана армандайтын емес, армандарым орындалды деген адам болдым. Иә. Сол мақсат қойып, мақсатқа жету. Байқауға дайындық қанша уақытқа созылды? Бізде кастинг қыркүйектің аяғында болса, дайындық октябрьдің 2-сіне, қазанның 2-сіне басталды. Сонымен 13-ші қарашаға дейін жалғасты. 1,5 ай бойы дайындық болды. Дайындық күнде сағат 3 пен 7-ның арасында басталып уақытта, одан кейін уже сағат 3 пен 9-ға дейін 10-ға дейін дайындыққа өзіміз қаламыз. Мысалы 8-ге дейін хореографпен дайындық болса, ары қарай өзіміз қосымша қалып дайындаламыз. Иә. Қиын болды маған шын айтсам дайындық, себебі мен Қаскелеңде тұрамын, универдің Қаскелеңде. Сабақмен бірге алып жүру өте қиын болды. Таңғы уақытта сабақтарым, одан кейін Қаскелеңнен Алматыға келем дегенше өте 1,5 сағаттай уақыт болады. Одан кейін дайындық жаңағыдай 4-5 сағат тоқтамай, ол жақта да жаңағыдай требованиялар өте жоғары. Жаңағы талаптар өте жоғары деген ғой. Және де талаптарына сай келмесең,
шығарып жібереді жаңағы ұрысады деген сияқты өзінің бір қоятын нелері бар ол жақта да тәртібі бар тәртіпті сақтау керек және де оны требовать етеді сақталғанын сақтамаса жаңағыдай адамдар шығып кеткен қыздар болды білесіздер ғой шығарып жіберді бір қыздарды иә кішкене бір стресс болды маған осы 1,5 ай кәдімгідей бірақ қазір ойлансам есіме түсірсем күшті кездер екен деп ойлаймын ең қиын кезең қайсысы болды? ең қиын кезең ол жақындағы осы бір апта қалған кезеңнен бастап уже андай ғой уже жақындаға түсіп тұрсың да бір аптадан кейін уже жаңағыдай ақтықсың осы уақытқа дейін мен достаточно нәрсе жасадым ба осы шетелдікте жұмыс жасадым ба тырыстым ба қаншама халық сеніп отыр ата анам қанша қолдау беріп ол жаққа кәдімгідей біз енді өзімізді социальный әлеуметтік желі дамытуымыз керек болды ғой ол жаққа біраз қаржы жұмыс құйылды деген сияқты соның бәрін мен ақтадым ба қолымда бар нәрсемді мен сала алдым ба деген сияқты болды да арасында андай ойлар болды как будто мен толықтай дұрыс жұмыс жасаған жоқпын мен әлі үйреніп салмаған сияқтымын потому что мен обычный студент болып жүрдім да и бір кезде маған медийный личность болып кетті болған да енді кішігірім болса да оны біраз адам таниды біраз адам көреді деген сияқты соны өзімді бір жеткізе алдым ба осы 1,5 айдың ішінде деген сияқты ойлар мазаладым кішкене өзіме бір сенімсіздік сол кезде пайда болды қобалжу иә көңілім толмай еще дайындық одан да қатты болды прям кәдімгідей өте көп дайындық күнде қаталдап ол жақта продюсер режиссер хореографтар кішкене ол жақта да мүмкін мен андай не емеспін ғой творческий адам емеспін ғой биге әнге қатыспағанмын сол үшін сол жақта да өзімнің жеке нөміріммен дайындығым қатты болып сол бір аптаның жақындағы бір апта кішкене мен кәдімгідей дайындықтан кейін қалып жалғыз өзім жылайтын ән салдым кішкене сондай да моменттер болған скоро бірақ бітеді деп өзімді алдадым керемет сұлу екенсіз көзің тоймай қарап отыра беру керек екен қатысушылар арасында бәсеке қандай деңгейде болды? Бәсеке қандай деңгейде болды? Негізі осы жылы алдыңғы жылға қарағанда бәсеке мықтырақ болды. Себебі конкуренция жоғары болды. Себебі біресе арамызда блогерлер, сондай танымал жандар да болды. Алдыңғы жылда бұндай бір бәсеке болған жоқ. Мысалы, алдыңғы жылы ең жоғары дауыс жинаған, қателеспесем, 9,000 10,000 болса, осы жылғы ең жоғары дауыс 26 мың. Енді бұл разницаны енді өзіңіз сезініп көріңіз мүмкін. Ойлап қойдым, алдыңғы жылы қатысса мүмкін жеңермедім деп арасында. Осы жылы бәсеке мықты болды. Жоғары деңгейде кәдімгідей қыздардың бәрі уже дайындалып, күшті контенттер түсіріп, дауыс жинап, сондай әрекеттер жасалды. Бірақ бізде андай болған жоқ. Мысалы, алдыңғы жылы бір хайп ұстап, солай бір хайп ұстап емес, кішкене бір тыныш емес нәрсе, тыныш емес өтті ғой айтқанда, бір кикілжіңдер, қыздардың арасында ұрыс болды. Сол арқылы да қыздар мүмкін бір-бірінің бір активін көтеріп деген сияқты бір просмотр жинады бар. Желілерде солай шықты. Білмеймін бұлай, олар дұрыс па дұрыс емес бұл жағы, бірақ бізге осы жылы айтты. Баян ханым өзі айтты ғой, қыздар, на русском, с вами так скучно. Реально, вот, с вами вот самые скучные вы деп осылай бізге айтты, потому что біз тату болдық. Бақталас жоқ деп отыр. Иә, бақталас жоқ кәдімгідей спокойно, бір-бірімізге жақсы қарым-қатынаспен, сәлеміміз түзу, бірге-бірімізге қолдау көрсетіп, спокойно жүрдік былай айтқанда ше. Енді жарыс болғаннан кейін бақталас болды. Иә, басқа бізде сол нәрсе күтілді негізі бақталас қыздар болғаннан кейін біраз ақылдар айтты, абайла қыздар деген үйден алдыңғы жыл қыздар киімдерін жыртып сондай бірдеңе болған деп естідім енді. Ондай нәрсе болмады, бірімізге қолдау беріп, спокойно, ондай кикілжіңдерге, айқай-шу, ұрысқа мүлдем бір біздің ондай даже ойымызда болған жоқ сияқты. Или мүмкін қорықтық болған нәрсені білмеймін. Өзім жеке басым андай артық шудан ұрыс керістен ондай кішкене қорғамай ақтадым. Өзің қандай болсаң, сондай не кезігеді ғой. Иә, сондай орта қолдау деймін. Ешкімге зиян тимей, бірімізге қолдау білдіріп күшті болып жүрдік солай айтқанда. Қазылар алқасы қатал болды ма? Сізге ең жоғары деген балды қай көрсеткіште қойды? Қазылар алқасы болған жоқ. Бізде қазылар алқасы болған жоқ. Бізде халық дауысы арқылы болды. Халық дауысы берді, дауыс жинау арқылы. Мен шыны керек көп адам негізі сенген жоқ. Көп андай әңгіме болды ғой. Уже кімнің жеңетіні белгілі, сендер әншейін жүрген адамдар сияқтысыңдар. Енді ашық айта берейін, бәрі айтылып жатқан нәрсе ғой, зачем оны жасырып. Сондай әңгімелер болды. Бірақ менде бір үміт болды. Мен соңына дейін сендім. Маған бір бас жүлде бөліп бар. Мүмкін осындай сенім болды жеңудегі деген. Потому что мен Түркістанның қолдауын көрдім ғой. Өте мықты қолдау болды. Өзімнің универінен қолдау болды. Достарымнан жан-жақтан өте көп қолдау болды. Жұмыссыздар жақтан да маған өте көп қолдау келді. Мен негізі жеңіске үмітім болды.
Бірақ аяқ жағында жаңағыдай 3-ші орын ол да жаман емес. Мен Иә. 1000-12 дауыс жинағанмын. 12 дауыс деген 2 сағаттық ішінде жинау. Қазіргі сайлауларда ондай дауыс жиналмайды деп маған көп адам айтты, шыным керек. Және де көп адам интернет түсінбеді ғой телефонмен қалай дауыс беру керек екенін. Көп адам сол жағынан қиналды. Так негізі әділ болды, әділ болмады деп ондай мен де ойламаймын. Қалай болу керек болды, кімге қалай бұйырды солай болды деп сенемін. Бірақ 3-ші орын Қаламызға рахмет дейсіз. 3-ші орын алғаныма өте қатты қуанамын, себебі оны алмай қалсам не болады деген ойларда кетті арасында. Сонша маған адам дауыс беріп қолдау білдіріп. Енді шынымен де өте қатты қолдау болды, реально. Сіздер көрген шығарсыздар өздеріңіз Түркістанда қаншалықты там бүкіл жақтағы суреттер шығарылып, келген кезде керемет деңгейде күтіп алды. Жақсы. Махаббатқа бөленіп, осы алдыңғы жылғы махаббатқа толығымен бөленіп, шынымен риза болдым халқыма. Сахнада тұрғанда ең қызықты сәттер болды ма, күлкілі сәттер? Ойладым, сахнада уайымдап, ана жерде кәдімгідей уже мандражып аламыз деп. Бірақ біз шығардың алдында өте қатты уайымдадық. Шығар кезде ең бірінші таныстыру дейміз бар ғой, сол кезде қатты уайымдадық. Одан кейін уже енді бізде дайындық мықты болған соң уже үйреніп қалған сияқты болды да. И спокойно отырдық біз кәдімгідей сахнаның сыртында. Күлкілі моменттер негізі болған жоқ, бірақ андай күтпеген моменттер болды. Соларды айта кетсем. Бірінші моментте ең таныстыруында арқамда бір қыз құлап қалыпты оказывается. Біз оны көрген жоқпыз ғой, себебі менің арқамда тұрған, мен ең алдында тұрып келедім. И сол кезде сахнадан шықсақ бір қыз жылап, еңіреп жылады. Біз не болды деп түсінбейміз, сөйтсем арқамда бір қыз құлап қалыпты. Енді ол ютубтан көрсетпейді ондай моменттерді, сол моменттер болды. Потому что дайындық кезде ешкім құламай жүріп, сахнаның өзіне құлап қалғаны кішкене бәрін түсірді, иә. Кішкене ұялып, ондай моменттер болды. Енді ол болады нәрсе. Одан кейін келесі момент менің биде аяғым шығып кетеді ғой. Бір моментте мен екі бишімен биледім. Ол бишімен. Дайындықта ма әлде? Дайындықта емес, сахнаның өзінде. Дайындықта шықпай бәрі идеально күшті болып жүреді. Алады да сол кезде билеп жатқан кезде аяғым өстіп шығып кетеді ана жерден. В общем, ана кәдімгідей көрініп қалады. Тағы аяғым түсіп кетеді. Бірақ ол моментте әрине қырқып тастайды, ешкім көрмейді. бірақ сол тұрған адамдар ғана байқайды. Жалғастырдың ба? Иә, ол кезде құлаған жоқпын мен. Аяғым шығып кетіп, мен өзім түсінбей қалдым, неге ондай болды деп. Және де мен көрсеңіздер, мен скрипкамен билеген тұғымын. Бір күн алдын сол скрипка сынып қалады ғой. Өзі 2-ақ скрипка бар. Мен біреумен билеймін, екіншісін жаңағы биші бала билейді. Мен скрипкам болады, ортасында прям қарсы қалады. Өзімен өзім. Сосын бір күннің ішінде оқтан режиссердан бұйрық келді, басқа скрипка тауып келсін деп. Сонымен жаңағыда майда ондай былықтардың барлығы жабылып жақсы болып кетті. Білінбейді. Иә. Аяғыңызды не болды кейін? Аяғым әншейін шығып кетті болса мен өзім андай болды да, неге именно сахнаға шыққан күні осындай болды деп өзім үшін өкінгенім бар. Идеально алып шыға алмағаныма. Кішкене жақсы. Иә. Және де деп ойланып кетсем. Жоқ. Қалған бәрі. Кстати, айта кетейін, бұны ешкім айтпаған шығар. Біздің ең соңғы дефиле показымыз бар ғой, әдемі дизайнер көйлектермен шығатын. Сол дефиле емес паузкада шығуды біз соңына дейін дайындала алмадық қой. Соңына дейін бізде прям фейл болды. Білмеймін неге екенін жақтай алмаймыз ғой. 20 қыз жүреміз да, и 20 қыз бірдей ана жасай алмаймыз ғой. Әншейін бірге бір движение жасау керек та, движение жасау керек. Жүру емес, бір қозғалысты соны жасай алмаймыз ғой. Біздің хореограф қарап, қыздар сендер ертең шығасыңдар, вы что дейді. Сендер болмайды ғой олай деп. Сонымен до конца уайымдаған сол болды, кәдімгі 20 қыз бірге жүріп ана сиялып жасасып тұр. Бірақ сахна кезінде алып шықтық ау деймін, уже есімде жоқ. Солай болды. Есте қалар ең әсерлі сәтіңіз болды ма? Есте қалар әсерлі сәт. Әрине, мен ол сахнаға шыққан кезде Дариға рахым деп жариялайды ғой. Сол кезде сахнада менің қолдаушыларымның қолдау білдіргені. Түркістан өте көп адам келіп, плакаттармен суретімді шығарып келіп маған өте үлкен қолдау көрсетті. Сол дәрежеде сахнаға шықтым, жарып, алдымда 3000 адам отыр. И барлығы Дариға деп, Дариға Түркістан деп айқайлап жатыр. Ана жерде мен кәдімгідей бір дух алдым ғой. Маған бір реально бір сенім береді. Иә, сенім берді өзіме. Өзімді өте сахнаға уверенностьтан көп адам таң қалды. Там көрген адамдар сахнаға күні шығып жүрген сияқты деп. Бірақ шынымен де оның себебі жаңағыдай қолдау. Ана дауысты естіп қаншама адам келіп қолдау білдіріп жатқанын көріп, бір өзіме рухани не қылып сенім алып, күшті өзім сезініп. Иә. Осы 1,5 ай дайындалған осы не қаншама там бала кезімде армандап осындай бір жетістікке жеткеннің моменті осы екенін түсіндім мен. Әрине, болашақта дальше больше дегенде ғой. Енді бұның бәрі еңбек деп ойлаймын.
мүмкін бұл тек қана менің еңбегім емес, бірақ менің ата-анамның еңбегі, әке-шешем, бауырларым, ата-әжемнің қолдауы. Сол кісілер мүмкін бір бала кезімде менің бойыма құйып, дайындалып келген бір несі шығар, осы бір жарық көрген сәті шығар. Себебі сол жақта менің жазушы ханым бар, білетін бір жазушы кісі бар еді. Сол кісімен сөйлескенде алдын маған айтты. Өзім дикторлықтан шыққанмын. Сол сенің мақтанғанда қалдым ғой. Өзім бір Өзі көрініп тұр. сол саған ата-анаңның, әулетіңнің, бір тамыр түп тамыр әжелерінің тәрбиесін бәрін бір бойыңа жиып, сол моментте сен дариға рахым деп шыққан кезде, сол бір бәйтерек жиналып келіп жайқалған сәт болып көзім сондай елестеді деп айтты маған. Сол кезде мүмкін ішімде сондай сәт болған шығар деп ойлаймын. Тәрбиенің бәрін бойыңа сіңіріп, сол бойыңдағы тәрбиенің бәрі. Ақылың, көркің бәріне сай екен. Қазіргі заман мен дәстүр тепе-теңдігін сақтайсыз ба? Киімдердің бәрін қазақша деген сияқты, күнделікті салт дәстүрді сақтануға. Бірақ мен өзім өте отбасынан шыққанмын. Оңтүстіктің, Түркістанның салт дәстүрін мықты сақтанатын отбасынан. Үлкенге құрмет, кішіге ізет деген сияқты қонақ күту, бүкіл салт дәстүрді біз өте сақтанамыз. Мысалы, кешегі айттың көзін айтып берсем, бізде мысалы жылда айтта отбасымыздың әулетіміздің еркектері 30-40 шақты еркек жиналып айт намазға барады. Одан кейін айт намаздан шыққан соң таңғы сағат 7 ғой, енді таң намаз, айт намаз ғой, өте ерте болады. Сол уақытта одан кейін мазаратқа барады. Мазаратта барғаннан кейін жаңағыдай 40 еркек жүр ма, соның әрқайсысының үйіне барып айттап шығады. Біз ол мысалы балалық шағымда салт дәстүр айтып берейін осы. Таңғы сағат 6-тан 5-тен барып тұрып дайындалып, дастархан жайып, жаңағы әулетіміздің еркектерін күтеміз. Ол мысалы біздің дәстүр салтымыз. Ол ойладым, бүкіл отбасы сондай екен деп, бірақ ондай емес екен, біздің отбасыда ерекшелік қылады екен. Жыл сайын осыны айтта, құрбан айтта, ораза айтта, осылай дайындалып, отбасымыздың жаңағындай құндылықтарын сақтап, айт мерекесінің өзін осындай дайындықпен күтіп аламыз. 40 еркек жаңағы отбасының еркектері аралап, бата беріп, әр үйге кіріп, Құран оқып, құран бағыштап, солай бір-бірімізбен көрісіп, жақсы тілектерімізді айтып, солай күшті уақыт өткіземіз. Бұл нәрсе маған жадымда бір күшті болып сақталғанда, осы туысқандарым келеді, қазір Құран оқиды, бауырсақ пісіріп дайындаламыз деп. Бұл әншейін бір ғана біздің традициямыз, салт дәстүріміз, бірақ соның өзі бір маған сондай тәрбие береді. Қазір ағаларым келеді деген сияқты. Көзім көпшілігесің. Иә. Және біз өте қонақ жаймыз. Анам қонақ күткенді өте қатты жақсы көреді. Тура солай мен қазір Алматыда жүрмін ғой. Алматыда жүрсем де аптасына үйге қонақ шақырамын. Құрбыларымды шақырамын, ағамды, әпкемді шақырып, қонақ күткенді өте қатты жақсы көремін. Қазақ аруы үлкен жауапкершілік пе? Жауапкершілік. Негізі менің түсінгенім осы қазақ аруына дейін кейін таным, енді қазақ аруы түсінген осы танымалдық алып келді ғой маған, көп адам біліп жүр деген сияқты. Танымалдық ол жауапкершілік екен. Соны мен ойладым, осы қасиет алдына барардың алдында менде бір апта бірдің ойы келді. Осы танымалдарымда қалай өмір сүреді екен, оларды әр қадамда оларды танып біліп жүреді, оларды сынайды. Уже жеке өмір деген нәрсе болмайды ол кісілерде. Әр қадамын басқа адамдар әңгіме айтып, сынап, жаңағындай сын пікірін айтып отырады. Басқа халықтың көңілінен шығу керек деген сияқты ойладым. Бұл өте үлкен жауапкершілік қой. Негізі оңай емес, ол кәдімгі жауапкершілік деп ойладым. Ойладым, мен өзіме сұрақ қойдым, мен бұндай жауапкершілікке дайынмын ба деген. Сол кезде ойладым, мен бұндай жауапкершілікке дайынмын деп өзіме сөз бердім да, сол өзіме келістім. Аяқ астынан бір аптадан кейін жаңағыдай Баян ханымның сторисінен кастинг туралы көремін. Кастингқа барып қайта салайын деп, соңғы күнде барып қайта саламын. Сонымен осындай бір байқауға өтіп кету бұйырған екен да. Мен дайындалып өзім келіппін деп ойладым. Өте үлкен жауапкершілік. Уже сайыс барысында жаңағындай әлеуметтік желіге видео сала бастадым, қатар дәстүр келе бастады. Видеолар миллиондаған просмотрлар жиналып, біраз адамдар көріп, біліп, танып, қолдау көрсетіп, Түркістанның қызы деген ат. Маған бір танымалдық, екесі жауапкершіліктен артылғандай болды. Бірақ өзіме көп болған емес, бірақ андай ата-анама айтып жатқа қалдырмай. Сен Түркістанның қызысың. Басқа қыздар жаңағындай билеп, андай салса, мен өзім қысыламын нәрсе салбай. Біріншіден жаңағындай бір түрлі нәрсе салып қалсам, енді қыз болған соң саласың, жаспын, 19-дамын, бірдеңе салғым келеді. Бір басқа нәрсе салып қалсам, уже ата-анам айтады, сен Түркістанның қызысың. Басқа қыздарға қарама, сен Түркістанның қызысың, сен оңтүстіктің қызысың. Сен тек қана өзіңнің бір жастарың, кішкентай қыздар емес,
біздің танысамыз көреді, сенің атаңды білетін адамдар көреді, сенің ата анаңды сыйлайтын көретін білетін адамдар көреді. Сен бұл жақта Дариға емессің, сен ол жақта Дариға рахымсың деп. Менің атамның тыңдатынан шықтым бұл жақта деген сияқты. Түркістанстан білетін шығар өздері. Сен Дариға емес, сен Дариға рахымсың. Сол үшін сен атыңа сай болып, артық қимылсыз, ондай артық әрекетсіз, қыз баланың, қазақ қыздың рөлінде солай жүр деді. Артық шекарадан шықпа деп кәдімгідей осылай айтып отырды. Және де мен басында бір сезінген жоқпын жауапкершілікті өзім жеке басым. Жаңағыдай ата анам айтқан соң барып уже сезініп біліп дұрыс жолмен өзімді жақсы жағынан көрсетуге тырыстым. Жауапкершілік салып. Хейт пен сын пікірлер болды ма? Хейт дегенде сын пікірлер әрине. Мысалы, он адамның арасындағы әйтеуір 2-3 хейт болады деген сияқты. Бірақ менде бір андай қатты хейт болмады. Қатты хейт қай кезде болды? Негізі қазақ ару конкурс бітті ғой. Байқау біткен кезде көп қыздарда сол кезде бір-екі сәттер оқып, неудачный моменттер, так скажем. Бір приколға неғып кетті ғой, кәдімгідей қыздарды көп қыздарды приколға ұстап кетті. Трейдсқа, тиктокқа салып, моментерін қырқып, хейт жазып, осындай бола ма қыз деген не, осы сахнадағы адам өзін солай ұстай ма деп. Менде ондай моменттер болмады. Мүмкін сол үшін менде хейт аса қатты көп болған жоқ. Ойлап қой, мүмкін хейт болу керек пе деп. Сол себебі кішкене ондай хейт болса атын шығады да жаңағындай. Ол нағыз Дариға деген қыз осындай жасап қойыпты, ол Дариға деп салып жүреді. Солай танымал боласың бірақ бір жағынан. Хейт хайп деп айтады ғой. Менде ондай болған жоқ. Барлығын орнымен алып шығуға, дұрыс алып шығуға тырыстым. У меня получилось, дұрыстап алып шығуға бүкіл нәрсені қолымнан келді. Сол үшін ешқандай бір аса қатты хейт болған жоқ. Бірақ андай ғой, енді ол жақта конкурс, қарсыластар бар. Қарсыластардың қолдаушылар, фанаттарым басқа қыздарды не қылады? Хейт етеді. Енді сынға басқа қыздарды сынға айтып, өздерімен өздері жаңағы басқа қыздардың астына жаңағыдай комментарийда жаман нәрселер жазып, сынап, орынсыз да орынды нәрселер жазып кетеді. Мен оған мүлде оқып та мәмінбейтін. Бірақ менің отбасыма, бауырларыма қатты тиеді ол кісілер. Жаңағыдай айтқан, кішкентай болсын хейт оларға қатты тиетін. Менің жаңағыдай комментарий басында сол хейттарға кіріп, бәрін жауап беріп, сен олай жазбам, ондай емес деп солар кәдімгідей ипатиялық арқалады. Оның кейбір хейтке онша мән бермейтін, комментарийға онша не оқымаймын мен шын айтсам, ашып неге білмеймін. Сахнада сіз айтпай қалған, бірақ айтқыңыз келген жауаптар болды ма? Мен осы сұрақты күттім негізі. Себебі менде осындай момент болды. Осы сұрақты маған ешкім қоймапты, күшті сұрақ екен. Болды. Сұрақ-жауап этапында бізге сұрақ қойды. Менің сұрағым Қазақстанның мәдениетін қандай жолмен дамытсақ болады? Бұны сұрақ келді маған. Сол моментте мен жауап бердім, сахнаға шығып кеттім. Сахнаға шыққан моментте ойыма бір күшті жауап келеді ғой. Неге осыны жаңа айтпадым деген сразу үміт пайда болады ішімде. Иә, мен былай айттым жауабымда. Қазақстанның мәдениетін біз дамыта аламыз жарық жұлдыздар арқылы. Соның бірі мысалы Димаш Құдайбергенов. Сол Димаш Құдайбергенов арқасында біздің мәдениетімізді, тарихымызды, жаңағындай дәстүрлерімізді, мәдениетімізді бүкіл әлем біліп жатыр, танып жатыр. Сол кісінің арқасында домбыра туралы, ұлттық киімдеріміз жайлы. Дәл солай біз жаңа жарық жұлдыздар шығарып, әлемге паш етуімізге болады деп айттым. Бірақ жауабымда мен Баян ханым туралы неге айтпадым дедім. Себебі Баян ханымның біздің мәдениетіміздің әлемге танытуға үлесі өте көп. Соның бір мысалы жаңағындай Димаш Құдайберген бөлек Күйші тобы. Күйші тобы осы 25-дің жазында Snoop Dogg деген әлемдік әншімен, жұлдызбен коллаборация жасағандығын. Күйшідің қыздары Америкаға барып, ұлттық киімдермен жаңағындай фит жасап, общий өлеңдерін шығарғандығын. Неге мен соны айтпадым дедім. Сол шыққан кезде ойыма келді ғой, Баян ханымның бұл мәдениеттің дамытуында үлесі өте жоғары. Сол нәрсені айтуым керек пе мүмкін деп ойладым ішімнен. Негізі күшті жауап еді ғой, керемет. Бірақ соны айтпадым мен. Егер сізді тек сырт келбетіңіз үшін бағаласа, бұл сізді ренжіте ме? Түрі өте көп нәрседе қолдау береді екен. Солай түсіндім. Шетелде мені тек қана сырт келбетім үшін бағалатын болса, бірінші рөлді ойнап тұрған сырт келбет. Көрген кезде сен сырт келбетіне қарап сабақты жасайды. Киіміңе, сырт келбетіне, өзіңе, шашыңа, түр келбетіне, сөйлегеніне қарап, саған үшін жаңағыдай отношениясын басқа адамдар не алады. Және мен сұлулық байқауына қатысқаннан кейін ең бірінші менің сырт келбетіме қарады.
мен жаңағы дефиле жүрісімді көрсеттім, түрімді көрсеттім, былай фигурамды деген сияқты. Енді сұлулық байқауы болған соң бірінші менің келбетіме қарады. Одан кейін барып жаңағыдай менің білімім жайлы, өзім жайлы сұрақтарды қоя бастады. Содан кейін барып мен іріктеуден өттім. Және тек қана менің сырт келбетіме қарайтын болса, мен ол кезде дым ренжімеймін. Мен наоборот ол кезде ұтатын шығарып сырт келбетімді деп өзі ол кезде мен вообще жеңгедім. Вообще тек қана сырт келбетке қарайтын болса деп. Жоқ, ренжімес едім. Шынымды айтсам, наоборот, мен қайта қуанатын едім. Потому что енді мен әлі жасым 19-да, өмірлік жолымды енді бастадым. Аса анау айтатындай менің бір жетістіктерім жоқ. Менің әлі асатына тауым, алар белесім өте көп. Алда. Менің өмірлік тәжірибем әлі кішкентай ғана. Сол үшін біреуге ақыл айтып, біреуді бірдеңеге үйрете алмаймын, айта алмаймын. Сол үшін пока что мен сырт келбетіне қарап сол бойынша маған поддержка беріп қолдау беретін болса, мен өте қуанышты болармын. Алда жолы сәттілік тілеймін. Қазақ аруына қанша жасқа дейін қатыса алады? Қазақ ару байқауына қатысу жас аралығы 16 мен 23 жас қыздар арасы. Арамыздағы ең жас кішкентайғысы 17 болды. Ең үлкеніміз 23 жасар қыздар болды. Негізі андай ғой, кішкене мысалы 16 жасар қыз бен 23 жасар қыз салса көріңізші. Мысалы осы жылы айтылды ғой, мысалы осы жылы біз тіркелетке емес жаңағындай қыз баланың жетістігіне, оқуға алған белестеріне қараймыз деп. Бірақ 16 жасар қыз бала ол мектеп оқушы болуы мүмкін. 23 жасар қыз ол уже жаңағындай ана болуы мүмкін деген сияқты ғой. Мысалы ше біраз белестерге жеткен уже жаңағындай дамыған, қалыптасқан тұлға болған уже ересек адам. Ал 16 жасар қыз ол пубертаттағы жаңағындай переходной возрасттағы жасөспірім. Екеуінің кішкене күші андай момент қой, мысалы 30 жас пен 35 жасар адамның аралығы онша байқалмайды. Бірақ именно 16 жас пен 25 жасар адамдардың аралығы кәдімгідей байқалады да. Себебі осы моментте адамда үлкен рост болады ғой. Өзгерістер рост болады. Ол кішкене қатты байқалып қалады. Сол моменттер бар. Енді ол жағы сәл әділсіз деп ойлайсыз ба? Әділсіз деп ойламаймын. Анда қалай болды, бұйыруым керек. Вот солай бұйырды деп ойлаймын. Саласы таңыз жоқ менде. Алдағы мақсаттарыңыз қандай? Осы қазақ аруына дейін негізі менің өзім чөтке өзім мақсатым көрген сәлем бар тұғым. Осындай адам боламын деген сияқты. Қазақ ару соның бір этапын орындап берді десем де болады. Қазір мен енді осындай қолымдағы бар мүмкіндіктермен енді Дариға уже жаңартуға. Бұрынғыда Дариға емес, Дариғаны уже біраз таниды, біраз біледі. Жаңадан мүмкіндіктер ашылды. Жаңа адамдармен таныстым, тәжірибе алдым. Өзімді енді жеке бизнес саласында дамытып көргім келіп тұр. Себебі қазір бизнесқа да бір Инстаграмда просмотрлар ақпараттар керек. Менде ол қазір шүкір бар. Қолымда барды қолданып, мүмкін өзімді кәсіптен сынап көремін. Және де тек қана кәсіп емес, мен өзім мамандығым мұғалім. Мүмкін мұғалім жағынан да дамытып көремін. Бірақ бұл толық точно емес, себебі мен мұғалім болып жұмыс жасадым осы уақытқа дейін. И мен ол жағынан көп білмейтін ол мамандықты. Мүмкін бір өзім мектеп ашып солай не болмасам, себебі білім бар ғой. Егер сізге киноға ұсыныс шақырса ше? Әрине қуана арманымен киноға, клипқа түсіп, сондай бір не қылсам, қуана келсем. Солай сәті түсіп, маған бұйып жатса, киноға да түскім келеді, клиптарға түсіп, танымал болып, жаңағыдай медицина саласын жалғастырғым келетін едім. Бірақ жаңағындай жақсы жолмен, абыроймен жалғастырғым келеді. Жан-жақты көріп. Қазақ аруы байқауының ұйымдастырушылармен жұмыс істеу қандай болды? Қиын болды ма сізге? Қазақ аруы байқауының ұйымдастырушылармен енді ол Баян ханым, өздеріңіз білесіздер, мықты режиссерлар, мықты продюсерлар, хореографтар шетелде жұмыс істеп келген, мысалы біз күнделікті білетін адамдар ғой енді. Шетелде жұмыс істеп келген мықты жұлдыздармен жұмыс істеген жандар, олармен жұмыс істеу негізі оңай болған жоқ маған. Мен бұндай күткен жоқпын. Артистердің өмірі шынымен де қиын екен. Көп адам айтады ғой, оңай емес, қиын деп мен түсінбейтінмін. Несі қиын? Шығасың, айтасың, өлеңді кетесің деген сияқты. Бір жақта сам деле түсіндім. Ол өте үлкен еңбек екен. Оған шынымен де көп адамдар айтады еще. Енді бұл нелер ғой, стереотиптер ғой. Артистер онша ақылды болмайды мындай деп. Ол жақта бір жетістікке жету үшін өте көп білім керек, өте көп тәжірибе жұмыс керек екен. Соны түсіндім. Ол жақта 24-7 сағат жұмыс істейсің. Жақсы результат көрсеткің келсе, мықты әдемі көрсеткің келсе, результатты көрсеткің келсе, дайындаласың. Және де ол жақтағы адамдар, сондай адамдар болған соң, осы бір медиа саласында өзінің жетістіктері бар мықты кісілер болған соң, фидбек күтті. Олар бізге өте көп күш салды, бізден тура сондай жауап күтті. Біз де өзіміздің барымызды салып, оларға жаңағыдай қолымыздан келгенше, мұрнымыздан қанымыз аққанша бар жетістігімізді күтті. Ондай нәрсе болмаса, әрине
жаңағыдай өзінің нелері бар. Отношениеде ол жақтандай емес. Ой, Дариға, сен Түркістан мерке қыз екенсің ғой, давай емес. Жасамасаң шық деген сияқты. Мысалы, пиджакпен біз бередік қой, біз всегда өзімізде қасымызға 2 каблук, пиджак, резинка. Сондай бір талаптардың біреуі орындалмай қалса, жаңағыдай түсініктеме жазып, жаңағыдай сөйлесіп, жаңағыдай жауапкершілікпен қарайсың ба, әлде орынды басқа қыздарға босат. Сенің орнында болғысы келіп жүрген қанша адам бар? Бізбен жұмыс істегісі келіп жүрген қанша адам бар? Сендерге қанша ақша құйылды деген кәдімгі талаптар ашық айтылып, ашық келісімшарт жүргізетін, келісімге отыратынбыз. Сендерге осындай талабымыз бар, либо орындайсыңдар, либо жаңағыдай барларыңыз саласыңдар, либо керек емес деген сияқты. Олармен жұмыс істеп отырып, мен түсінгенім, ондай кісілер өздерінің жұмысын 100%-ға істеген. Соны үйрендім мен. Біз қоя саламыз ғой, жасай салып, сабақтың көзін жасағанда, жасасам болды ғой, жіберсем болды ғой дейміз ғой, олай емес. Ол кісілер 100%-ға идеальный қылып, өздеріне прям көргендері қаталатындай қылып жасау керек екен. Шын ниеттерімен беріліп, өздері үшін жасау керек бар кәдімгідей. Жасасам болды емес, еңбегіне адал. галочка қойылды жасауда емес, кәдімгідей досконально 100%-ға идеально жасауға тырысады екен. Соны көргеннен кейін сенде де тырысасыңдар. Мен түсіндім, адамдардың успехының ключі осы екен. Олар барын салады екен. Осылай жасау керек екен деп өзіме бір ой түртіп алдым. Содан кейін өзің де барыңды салып соған істейсің. Бұл байқауға дайындалатын қыздарға қандай нәрсеге ерекше көңіл бөлу керек? Қазақ ару байқауына өту үшін ол жақта өте көп қыздар болды. Жаңағындай 600-700 шақты қыз кастингқа келді. Олардың арасында барлығы өнерлі, білімді, әдемі, атына затсай қыздар келді. Айта алмаймын, бір сен ерекше әдемі болсаң өтесің, ерекше білімді болсаң өтесің. Ол жақта бір қазақ ару қыздар көрген шығарсыздар. Барлығы бір бойларында қазақылық бар қыздар ғой. Бірі-бірінен өтіп тұрады. Иә, бір андай. Бір жағына бір қарапайымдылық та бардың, қазақи қарапайымдылық, сондай да бар. Бір жағына әдемілік. Мүмкін жаңағындай сол жақта отқан кастинг директорлар жаңағындай жюри, Баян ханым бір ерекше нәрсе көрген шығар айсыңыздың бойымыздан. Айтар нәрсем, естественно болып өзің қалай барсыз ғой көрсет. Өзіңнің бірдеке бір өзінше болып, өзім андаймын, мен мұндаймын деп жасандылық көрсетіп, жасандылық болып, ондай керек емес, қалай барсың, өзіңнің жаңағындай мейірімділігіңді көрсет, өзің жаңағындай қазақылығыңды, сыйластығыңды үлкенге, жанды адамдарға соны көрсет. Себебі мен сондай немен бардым. Мен андай барған жоқпын, мен қазір жылам деп барған жоқпын, жеке басым. Басқа қыздар барған жатыр өткен. Бірақ мен өйткен жоқпын, мен жаңағындай. Мен осындаймын, Түркістанның осындай қара домалақ қызымын деп бардым. Өзімнің бар немді көрсеттім, жаңағындай. Білімімді, өзімнің преимуществоларын көрсеттім. Солай өтіп кеттім. Мен де қасымдағы қыздарға қарасам, барлығы жақсы қыздар. Жаңағындай қазақылық бар да, олардың бойында сол нәрсе сезеді. Жаңағыдай қарапайымдылық, сыйластық бір бізге деген нәрселер бар екен бойымызда. Солар мейірімділік сезілді. Сізге көп рахмет, осылай келісіп сұхбатымызға келгеніңізге. Алдағы жолда сәттілік тілеймін, армандарыңыз орындала берсін. Тек жақсылық болсын өміріңізде. Үлкен рахмет, күшті подкаст болды. Нәрсені айтып, ашылып, қызық нәрселермен бөліспей ойлаймын. Құрметті тыңдармандар, егер сіздерде сұрақтарыңыз болса, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Келесі подкастта кездескенше.